жауап беремін. Алтынды жауап бере ма? Қазақтың жазушысы, яғни қазақ жазушыларының одағынан шыққан. Жақсы. Тағы шығармашылығынан қандай шығармаларын білеміз жалпы? Прописка. Ал, айта ғой, Аружан. Оның прописка деген несі бар. Жақсы. Одан бөлек қандай шығармалар бар пропискадан бөлек? Ал, Мәриям айта ғой. Алтынай балладасы. Алтынай балладасы тағы. Ал, Амина айта ғой. Қара бұлақ. Жақсы. Мұстафа тағы қандай шығармалар? Бөлтірік. Қызыл бөлтірік деген шығармалар бар. Ал енді біз сол шығармашылықтың ішіне бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз прописка әңгімесі. Енді сабақтың мақсатымен таныстыратын болсам, яғни бүгін әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Енді біз қағаз арқылы топқа бөлінді.